Сағат түнгі 12-ден 11 минут кетіп жатыр. Біздер аудан әкімшілігінің алдында әлі тұрмыз. Бүгін түнейміз дедік. Сол уәдемізді орындап жатырмыз. Ертеңге дейін мәселе шешілмесе, ертең тағы да түнейміз. Біздерге жұмыс уақыты біткен уақытта ішкі саясат бөлімінің маманы Естай Аманбайұлы 2 сағаттай бізге түсіндірме жұмысы жүргізіп, ақша деген түседі ғой, тексеріліп жатыр, жүргізіліп жатыр деген сияқты қайтадан договор жасақталады. Сол договорға қол қойып берсеңіздер, қазынашылық мекемесі мақұлдаса, ақшаларыңыз түседі ғой, күтіңіздер деген басқа сөз айтқан жоқ. Сағат 9-дан кете, кешкісін сағат 9-дан кете ЖХ маманы Айдос Айболұлы бізді шақырып, жаңа договордың жасақталды деп шақырып, қол қойдыртуға шақырды. Алайда ол договордың ішін оқыдық. Мен талап қойғандай 2 жұмыс күннің ішінде ақшаны аударамыз деген ешқандай менің талабым жоқ, орындалмаған. Ақша 10 жұмыс күні ішінде қарастырылады, және де қазынашылық мекемесі қол қойған жағдайда ақша аударылады деп жазылған. Мен ол келісімшартқа ешқандай да қол қоймаймын. Мен 5 ай жарым бойы күттім, ешқандай да төлем болған жоқ. Бізге берілген 3 договордың, 3 келісімшарттың 3-еуі де жалған болып шықты. Себебі ол келісімшарттардың барлығы ЖХ бөлімімен емес, жер қатынастар бөлімімен жасалған болып шықты. Және де жер қатынастар бөлімінің маманы Данияр Амантайұлының қол қоюымен жасалған екен. Ал қазіргі таңда ЖХ бөлімінің бас маманы Темірбек мырза еңбек демалысында жатыр екен. Ал бізге жаңа кешкі сағат 9-да келісімшарт беріп тұр Айдос Айболұлы. Сол келісімшартта Темірбек Іңірбаевтың қолы тұр. Ол кісі еңбек демалысында жатып, қалайша қол қойып тұр келісімшартқа. Сол келісімшартты заңсыз ол келісімшарт уже деген. Мен ол келісімшартқа қол қоймаймын. Мен қазір әлі тұрым, таң атқанша тұрам, күтем. Бір басшы келіп, менің не үшін, не себепті тұрғанымды біреуде сұраған жоқ. Міне, аудан акиматының алдында тұрмыз. Біреу келген жоқ әлі менің алдыма. Доссор кентінің әкімі әше бізге соққан да жоқ, келген де жоқ, жағдайымызды сұраған да жоқ. Не болмаса 2 күнде ақша түседі деген аудан әкімінің міндетін атқарушы Жайкен мырза да келіп бізге ешқандай да қағаз қолымызға берген жоқ. Не тұрмыз, біз кетпейміз, осылай тұрамыз таң атқанша.